күні менің досым Мысық екеуміз алыс сапарға аттандық. Бізді ғажайып Африка елі күтіп тұреді. Біз әуе шарымен аспанда қалықтап ұшып, бір кезде күн шуақты кең Африка саваннасына келіп қондық. Сол сәтте бізге жол көрсетуші тотықұс ұшып келді. Ол маған бір хат берді. Мен хатты ашып оқыдым. Қымбатты Зере, сені арыстанның туған күніне шақырамыз деп жазылған екен. Біз Мысық екеуміз қатты қуанып кеттік те жолға шықтық. Барсақ, ол жерде үлкен мереке басталып кетіпті. Арыстан бізді өзі қарсы алды. Бізді бас қонақ қылып, ең жақсы жерге отырғызды. Сосын аңдар бір-бірлеп ортаға шығып, өздерін таныстыра бастады. Бәрі арыстанға сыйлық сыйлады. Алдымен жолбарыс шықты. Ол өте мықты жүйрік екен. Ол арыстанға сыйлығын табыстады. Келесі болып піл шықты. Ол ақылды, сабырлы жануар екен. Ал бұл су сиыр. Ол өте үлкен әрі мықты жануар. Ол арыстанға жеміс-жидек сыйлады. Ал бұл қолтырауын. Ол өте көңілді жануар екен. Ол да арыстанға сыйлығын сыйлады. Зебра ортаға шықты. Оның денесінде ақ және қара жолақтар бар. Ол бәрімізге би билеп берді. Сосын жираф келді. Оның бойы ұзын, өзі сүйкімді жануар. Ол арыстанға әдемі шыны сыйлады. Маймыл да шықты. Мен маймылмын. Мен ән айтқанды жақсы көремін деп, көңілді ән орындадық. Содан кейін түйеқұс та шықты. Түйеқұс өте жылдам екен. Ол арыстанға әдемі кеудеше сыйлады. Ал бұл өте әдемі тотықұс. Ол да арыстанға өз сыйлығын сыйлады. Соңында мен арыстанға тәж сыйладым. Өйткені арыстан ол аң патшасы. Арыстан бәрімізге риза болып, өзі де тілек тіледі. Бәріміз өте дәмді бәліш жедік. Бір кезде мереке тіпті қызып кетті. Барлығымыз бірге би биледік, күлдік, қуандық. Африка саваннасы күн нұрына бөленген кең дала, еркін жүрген аңдар мекені екен.